Сәлем достар, бүгін сіздермен камеральный контрольға жауап береміз. Ең алдымен кабинетке ECP ключпен кіреміз. Сосын келген уведомление бойынша танысамыз. Ол үшін уведомление извещение решение бөлімін таңдаймыз. Сосын найти батырмасын басамыз. Мұнда байқап тұрғандарыңыздай камеральный контроль келген. 2024 жылдың июнь айында камеральный контроль келген. Бұл камеральный контроль бойынша толық танысу үшін оң жақтағы хаттың үстін басып, электронды почтаңызды енгізсеңіз, электронды почтаға толық хабарлама береді. Сонымен қатар, мұнда извещение по камеральному контролю дегенді бассаңызда уведомление көрінетін болады. Ал почта арқылы толықтай сізге мәлімет береді. Осыны басып қарайық. Мінекей, мұнда толық камеральный контроль не бойынша келгендігі жөнінде көрсетілген. Танысып шығамыз. Яғни камеральный контроль медстраховка төлемегендігі жөнінде келген. Яғни 2022 жылдың бірінші жарты жылдығы, екінші жарты жылдығы аралығында медстраховка төленбегендігі бойынша камеральный контроль келген. Сонымен қатар, бұл кәсіпкерде медстраховкадан босатылған категорияға жатады. Яғни 3 жасқа толмаған бала тәрбиесінде отырған ана болғандықтан, біз мұнда создать пояснение деп, яғни құжаттамалар жіберетін боламыз. 3 жасқа дейінгі баласы бар жөнінде толықтай хабарлама құжаттарын жібереміз. Ал егерде сіздерде босатылған категорияға жатпайтын болсаңыз, медстраховка төлеуге міндеттісіз. Яғни медстраховка сіз қай айларға төлемедіңіз, нарушение бойынша төлеп шығасыз. Сосын мұнда настройки бөліміндегі настройка списка форумға барып, қай жылдар аралығында сізге нарушение келген, сол жылдарға медстраховканы дополнительный отчетпен тапсырамыз. Сіздерге қазір толық көрсете кетейін. Бізге ол үшін уведомление толықтай қажет болады. Яғни уведомлениені өзімізге жүктеп аламыз. Сосын настройки бөліміндегі настройка списка форумға барамыз. Енді нарушение бойынша сізде қай периодтар аралығында отчет тапсыру керек. Мысалы, біздің жағдайда 2022 жылдың бірінші және екінші жарты жылдығы. Мен осылай көрсетейін. Мысалы, 2022 жылды таңдаймыз. 910 форма, яғни упрощенка режиміндегі кәсіпкер. Енді осы жерге толықтыратын боламыз. 2022 жылдың бірінші жарты жылдығы, яғни ең алдымен бірінші жарты жылдығын отырғызамыз. Мұнда не ведет бухгалтерский учет, және де вид декларации деген жерде дополнительно по уведомлению, яғни біз уведомление бойынша қосымша дополнительный отчет тапсырып жатырмыз. Сол себепті осы нұсқаны таңдаймыз. Яғни камеральный контроль келген кезде міндетті түрде дополнительно по уведомлению дегенді таңдаймыз. Енді номер и дата уведомления, бұл жерде уведомлениені қарасаңыздар, номер болады, яғни уведомлениенің номері, және де қай күні келген датасы, соны мұнда міндетті түрде енгіземіз. Ол үшін уведомлениені өзімізге жүктеп аламыз. Датасын енгізейік. 2024 жыл июнь айында 17 күні келген. Және де уведомлениенің номерін енгіземіз. Міне уведомлениенің номері осылай жазылып тұрады, және де жылы сол жағында жазылып тұрады. Осыны өзімізге скопировать етіп, мұнда орналастырамыз. Енді бізде ешқандай доход бойынша келмеген, тек медстраховка бойынша келген. Естеріңізде сақтаңыздар, сіздерде ешқандай доход болмаса да, медстраховкадан босатылмаған категорияға жатсаңыз, онда сіз міндетті түрде медстраховка төлеуіңіз керек. Енді екінші страницаға барамыз. Екінші страницада жаңағы медстраховканы отырғызамыз. 2022 жыл үшін медстраховка қанша сума болды, соны көрсетеміз. Мұнда плюсик батырмасын бассақ, негізі автоматын өзі шығатын еді, бірақ қазір біз дополнительный отчет тапсыратын болғандықтан, мұнда өзіміз көрсетеміз. 2022 жыл бойынша медстраховка 4200 теңге. Осылайша төлеген барлық айларымызға отырғызып шығамыз. Енді 4-ші страницаға барып, угодаларды көрсетеміз. Міне, по месту нахождения бұл жеке кәсіпкердің, яғни жеке кәсіпкерліктің ИП-ның тіркелген ауданы. Оны міндетті түрде біз регистрационный данныйдан қарап аламыз ең алдымен. Міне, Ақтау қаласы бойынша тіркелген. Ал жеке кәсіпкердің өзі пропискасы бойынша ол Мұнайлы районы бойынша тіркелген. Міне, Мұнайлинский район.
Сонымен біз өзімізге қажетті графаларды енгізіп алдық. Қателік бар жоғын тексереміз. Ошибок нет. Окей. Міндетті түрде мұнда осы отчетты жібермес бұрын толықтай тағы қарастырып шығамыз, яғни қателік болып қалмауы қажет. Сонымен соңғы этап біз отправить в ОГТ деп қол қоятын боламыз. Окей деп қол қоямыз. Бұл яғни медстраховка төлеген жағдайда, ал біздің жеке кәсіпкерлік бойынша медстраховкадан босатылған, сол себепті мен қазір бұл уведомлениеге жауап беретін боламын. Қайтадан сол уведомлениеге барамыз. Яғни мұнда тағы сол камеральный контроль бойынша уведомлениеге барамыз. Төменге қарай жылжытамыз. Осы жерде міне создать пояснение деп тұр. Осыны басып, өзіміздің құжат бойынша мұнда түсініктеме жаза кетеміз және де құжаттарымызды тіркейтін боламыз. Енді төменге қарай жылжытамыз тағы да. Және де мұнда ошибка контрагента дейді. Енді сохранить дейміз. Мұнда медстраховкадан босатылғандығы жөнінде құжаттарды тіркейтін боламыз. Енді тағы да сохранить, отправить. Мұнда жаңағы осыны жібереміз, яғни да. Енді эрса вариантпен қол қоятын боламыз. Мінекей біз пояснение жібердік, яғни камеральный контроль бойынша. Осылайша көрініп тұрады. Ақпарат сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар, және де міндетті түрде каналға тіркеліп алыңыздар.